Журналистке ең әуелі диплом емес, сезгіш жүрек, көргіш көз керек деп Батыр Бауыржан Момышұлы бекер айтпаған. Мұнда Батыр журналист мамандар тек техникалық біліммен ғана шектеліп қалмай, қырағылықты, яғни көру қабілетімен ойлау және сезіну қасиеттерін бойына сіңіру қажет екенін меңзеп отырса керек. Және де Батырдың осы журналистерге қатысты тағы бір қанатты сөзі бар. Онда Батыр былай дейді: қасқыр мен журналисті екі аяқ асырайды дейді. Бұл жерде де Батыр журналистер ылғи ізденіс бағытында болу керек екенін алға тартып отыр. Ендеше қазіргі уақытта біздің журналистер осы Батыр атамыздың өсиеті негізінде еңбек етсе, шынайы журналистік тұлға болып қалыптасары анық.